Егер берілген көмірсутек тізбегіндегі бүкіл көміртек атомдарының арасындағы барлық байланыстар дара болатын болса, көмірсутек алкандар қатарына жатады. Алайда егер берілген көмірсутекте екі көміртек атомдарының арасында қос байланыс болатын болса, ол алкендер деп аталатын басқа қосылыстар тобының мүшесі болып табылады. Алкендер кез келген екі көршілес көміртек атомдарының арасындағы қос байланыстың болуымен сипатталатын тізбекті көмірсутектер. Көміртек атомдарының арасында еселі байланыстар бар органикалық қосылыстарды жалпы түрде қанықпаған қосылыстар деп атайды. Осы анықтама бойынша алкендер қанықпаған көмірсутектерге жатады, ал алкандар секілді көміртек атомдарының арасында дара байланыстар ғана бар қосылыстар қаныққан қосылыстар деп аталады. Ең қарапайым алкен этиленнің молекуласындағы қос байланыстың құрылымын қарастырайық. Әрбір көміртек атомы басқа үш атоммен, екі сутек атомымен және көршілес көміртек атомымен байланысады. sp2 гибридтелген орбитальда орналасқан үш валенттік электрон сутек атомдармен екі байланыс және көміртек атомдары арасында бір байланыс түзеді. Орбитальдарды тұтастай жабу нәтижесінде пайда болған бұл мықты байланыстар сигма байланыс деп аталады. Жүйе тұрақты болу үшін байланыстар жазықтықта 120 градус бұрышпен орналасуы керек. Нәтижесінде суретте көрсетілгендей жазық бетті құрылым пайда болады. Бір электрон атомдармен анықталатын жазықтыққа перпендикуляр гибридтелмеген p орбитальда қалады. Ол дәл осындай p орбитальда орналасқан басқа электронмен химиялық байланыс түзеді. Параллель p орбитальдарды көлденең жабу нәтижесінде пайда болатын байланыстың бұл түрі пи байланыс деп аталады. Ол ковалентті байланыс және ол сигма байланыстан үстіңгі және астыңғы екі аймағының болуымен ерекшеленеді. Сол себепті осындай байланыс түзетін электрондар делокализацияланған деп аталады. Пи байланыс түзу үшін оны құраушы атомдардағы p орбитальдар бір-біріне параллель орналасуы керек. Осыған байланысты қос байланыс айналасындағы атомдар бір жазықтықта орналасады. Сол себептен этилен молекуласы жазық құрылысты болып келеді.